Орта ғасырдың 870 жылы Отырар қаласында ұлы ойшыл, терең білімді Абу Насыр әл-Фараби дүниеге келгенін білдім. Әл-Фараби астрономия, математика, физика, философия және медицина ғылымдарын жетік меңгергенін түсіндім. Қайырымды қала кітабында Әл-Фараби бірінші тұлға деп алғаны құдіреті күшті бір ғана Алла екенін ұқтырады. Жер мен аспан жаратылыстары тек қана бір Алланың меншігінде, бір Алланың құзырында екенін түсіндіреді. Аспан әлемін түгелдей зерттеген, аспан денелерінің қозғалысы, жерге қандай қызмет ететіндігі, бір жұлдыз екінші жұлдызға қосылмайтындығы, бір-біріне бағынбайтындығы, жерге қандай қызмет ететіндігі керемет дәлелденіп жазылған. Бұл кітапта адам мен жануарлардың жаратылысы және қоршаған орта мен табиғатқа байланысты екенін түсіндім. Табиғат және адам егіз. Әл-Фараби адам баласының ұрығының қалай пайда болып, одан дамып жан біткенше қалай өзгергеніне дейін өте түсінікті түрде терең жазған. Адамның бір ұрығы өліп тәндері жойылған кезде жанында бақытты болу үшін өзіне ұқсас жанды тауып қосылған екен. Яғни ғалым медицина адам анатомиясында терең зерттеген. Бұл кітап қайырымды қала тұрғындарының басшысы туралы айтылған. Басшысының ақылды да надан болатыны, жақсы да жаман болатыны айтылған. Қазіргі өмір сүрген қоғамда басшымыз ақылды да парасатты болатын болса, халқы да сондай болмақ. Ал егер надан, жаман мінез құлықты, әділетсіз басшы болатын болса, халқы да бәлеқор, нашар болмақ. Ұлы ойшыл, жазушы Абу Насыр әл-Фарабидің шығармасындағы Қайырымды қала атты кітабында бақыт жолына сілтеу деген бөлімі бар. Бақыт дегеніміз әрбір адамның алдына қойған биік мақсаты. Сол бақытқа жету жолындағы әрбір жас өзінің алдына мақсат қойғанда, бірінші ол білімді болу керек, еңбекқорлық болу керек, сабырлылық және парасаттылық деген жақсы қасиетті бойына сіңіргенде, ол жастар сол бақытқа қолын жеткізеді деген үлкен сенім болады. Бұл бақытқа сілтеу жолындағы шығармада адамның бойындағы жақсы мінез құлықпенен жаман мінез құлықты да ерекше орын алған. Өйткені адам бақытқа жету үшін оның бойында жақсы қасиеттер, жаңағы мінез құлық, жақсы мінез құлық болу керек. Ал жаман мінез құлықпенен ол ешқашанда бақытқа қолын жеткізе алмайды. Сондықтан бұл шығармада ұлы жазушы үлкен философиялық тілменен өте қарапайым, түсінікті жазылған шығарма деп есептейміз. Өте көп үлгі алатындай жастарға мол мұра, көп өнеге үлгі жазылған. Бақыттың жолы өте ауыр жол. Ол жол менен тек қана мінезге бай, сабырлы, парасатты жандар ғана жете алады. Бұл өте үлкен көркем шығарма болып есептелінеді.